Біз қазақ деген мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан еліміз. Ешбір дұшпан басынбаған еліміз, басынан сөз асырмаған еліміз. Досымызды сақтай білген еліміз, дәм тұзымызды ақтай білген еліміз. Шежіре толғау, жырдастан, қара жер теңіз көк аспан, тыңдағы алаш ұрпағы айтар жырым бір дастан. Береке бірлік мызғымыз, әнім көк түрік тегім, бәріңе мәлім абыз далама аңыз бол жеткен. Күлтеген тасқа жырды қашадым, отырар болып қалқандалғаным, Шыңғыс ханға қалқан болғаным, желмая мініп жер үйімізде келемін, әлі жарты жолдамын, әлі де жарты жолдамын. Бабамның рухы жүргенде жебе, қоздасып қобыз күн қосып көмей, қосып басында тұл кеткен кеше Жәнібек сұлтан хан болып керек. Тектеден туғанда намыз мәлім, Фараби ғұламы тәнті ғып бәрі қартолып кеше ұйымның маған Парижде салған әмірім әлі бүкілеп үміт жұрттың тілегін уыстап қолға ұлттың жүрегін арыстан болған Мәскеу төрінде үшкен перовтің түрі білегін танысаң қауым танып тегіңді бауыржан алып берген кегіңді рақым жан тіккен жеңістің туы бар алған кездегі жеңіп Берлинді айтылар әннің тамыры терек артта қалмасын келмей жанымның жарасы желтоқсанның желі тоңдырған қатәлі тетушігеді денем азаттығыма антым бар берген қасірет түбін халқымда көрген еркіндік үнім қазақ көрінші төртен. Абыз далама аңыз боп жеткен күлтегін тасқа жырдыққа Жеткен күлтегін тасқа жырдыққа шадым. аңыз боп жеткен күлтегін стоп, айта алмай. Айта алмайды. Қашады деген қыршыды